Сондықтан мына жаңа пайғамбарымыз саллаллаху бір хадис-ул құдсиде айтады, Аллах тағала айтады дейді: "Мен адали валиян фақад азантуху бил харби". Мысалы жаңа айттық қой, сіз Алла тағала сіз үшін ең сүйікті болса, онда сіз Алла үшін сүйікті боласыз. Сол құл сондай дәрежеге жетсе егер, Алла тағала бізге жаңағыдай нәсіп етсін осындай жақсылықтарды. Сол құл егер сол дәрежеге жетсе дейді, кімде-кім менің уәлиіме дейді. Құл деген ұғымнан бөлек сүйген құлыма деп отыр ғой. Түсінесіз ба? Кімде-кім менің сүйікті құлыма қастандық жасаса дейді. Қараңыз, хадис-ул құдсиде фақад азантуху бил харби. Сөзсіз мен оған соғыс жариялағанымды білдіріп қояйын дейді. Қараңыз. Ол соғыс оған бірден келе қала ма, жоқ оған біраз жылдардан кейін істей ма, жоқ әлде ол тәубасына келе ма, түсіндіңіз бе? Ол Алланың білімінде. Бірақ бұл жерде мен үшін сен қорқатын нәрсе жоқ дейді асылы. Егер сен менің махаббатым деген тақырыпқа кірсең. Сонда қалай жетеміз бұл нәрсеге, я Раббымыз? Алла тағаланың махаббатына қалай жетсек болады екен десек, келесі сөзіне қараңыз, сөйлеміне тақырып ұнап қалған сияқты бізге дегендей. Сонда Алла тағала айтады: "Ва ма ятақаррабу иляйя абди бишайин ахабба иляйя бима афтарату алейхи". Құлым дейді маған жақындау үшін мен парыз қылған амалдардан сүйіктісін таппайды дейді. Қайтаран би ахабба шайин. Сүйікті амал не екен Алла тағалаға? Парыздар. Парыздарды атқармайынша, парыздарсыз әсте жақындай алмайды дейді маған. Міне. Парыздың қадірін түсініп ал деп отыр ғой бірінші. Сол парыздарды әдемілеп істеп, Раббысына қарай жақындап келе жатқан кезде құлы ла язалу ятақаррабу иляйя бин навафил дейді. Сосын ол құл жаңа махаббатқа кірді ғой ол. Сіз ба? Парыздағы махаббатқа кіргеннен кейін бұл махаббат енді кеңістігін кеңейткісі келеді. Тағы не сүйеді екен Раббым деп. Тағы не сүйеді екен деген кезде пайғамбарымыз: "Міне таңның алдында 2 рәкағат сүннеті бар. Міне бесінің алдындағы 2 рәкағат сүннеті бар. Зекет істеп келе жатыр, садақа бар. Тағы басқа осындай нәрселер. Біреуге жымия салсаң, жымиюды бар. Көрінбес, ол басқарып жатыр Алла тағала жүректі. Дұрыс кетіп бара жатқан тура жол. Дұрыс қалыптасып жатқан тура жол. Адам бойындағы. Сонда енді не істесем екен деген кезде, сөйтіп бұл құлым дейді, енді маған нәпіл амалдар арқылы. Яғни мен парыз қылмасам да, осы жерде Раббымның разылығы бар деп, сол нәпілдермен жаңағы жақындауын тоқтатпай қояды деген сөзді қосқан. Қараңыз, тоқтатпай қояды. Тағы не жақсы көреді екен Раббым? Тағы не жақсы көреді екен Раббым депті. Оған күндіге мына уағыздар негізі, мынандай уағыздар немесе Құранның аяттары не қосып беріп отырады сізге? Негізі әрбір жаңағыда сүйетін амалдан қосып беріп отырады. Сіз оны бір апта істейсіз де, келесіне қайтадан сүйетін амалдарын қосып беріп отырады аяттар арқылы. Парыздар деген нәрседе. Мысалы, бірліктің өзі парыз. Егер бірлік болмай нәпілді атқарып жүрсең, бәрібір жақындай алмайсың. Өйткені сен Аллаға жалғыз жақындау деген жолды қаламады Алла тағала. Алла тағала жамағатпен бірге бол деді. Жамағаттың ішінде бірге болып жақындауға тырыс деді. Не үшін мешітте жамағатпен оқылатын намаз артық? 27 есе мысалы. Жеке оқылатын намаздан. Өйткені махаббаты осы жақта. Көрдіңіз ба? Сол секілді әрбір жаңа парыздарды қатырып алып, мысалы ата-анаңызды сыйла деді, ата-анаңызбен ұрсыстыңыздан жақарып тахаджуд оқып жатсыз мысалы. Ештеңе қоспайды ол. Көрдіңіз ба? Қоспайды. Ата не деді? Бірінші парыздарды қатыр, одан сүйіктісі жоқ дейді мен үшін. Мен тек парыздарымды көргім келеді дейді бірінші орында. Мынау парыздар бәрі тұру керек. Сосын барып, соны қатырғаннан кейін нәпілді қосасың. Сосын нәпілді істей беретін болсаң, хатта ухиббаху, сүйіп кетем бұл құлды дейді. Қараңыз қалай келтірген.
енді жол қалдырмады сүюге дегендей мәселе. Жаңа өзімге түсінікті болу үшін айтып жатқанымыз ғой. Алла тағала кемшілік сипаттардан пәк, бірақ құлдың жаңағы еңбек етуі, ізденген тілегін сондай бір жойып жібермейтіндігін Алла тағала көрсетіп жатыр да. Мен оны сүйіп кетем дейді. Енді әсерін қараңыз. Файза ахбабтуху, мен оны сүйген кезде дейді. Ойлаңыз енді ол. Мен оны сүйген кезде күнту самағу әлләзи ясмағу бихи. Мен оның есту қабілеті боламын дейді. Ана құлға түсіндіру үшін айтып жатыр. Яғни мен дейді Алла тағала, оның есту қабілеті тек қана мен сүйетін істерді ғана, мен сүйетін нәрселерді ғана тыңдайтын болады дейді. Көрдіңіз ба? Ол әртүрлі дәрежеде болады. Мысалы, ана жерде біреу қиналып жатыр деген кезде бұл құлақ тыным таппайды, енді болды. Түсіндіңіз ба? Бұл өйткені Алласы үшін Алла тағала сондай дәрежеде бұның есту қабілетін басқарып қойған. Бұл енді ана жерде біреу қиналып жатыр десе, бұл болды, бұл тыным таппайды, ол жерге бармайынша. Ана жерде біреудің бір несі көмірсіз қалып қойыпты десе, естісе болды бұл. Түсіндіңіз ба? Естісе болды. Осындай нәрсе. Алланың разылығы анау қай бір істе бар, бұл ол жерде міндетті түрде ол жүреді. Махаббат қой өйткені. Махаббат басқарып жатыр да. Сондай-ақ мен жаңағы оның көзі дейді, мен сүйетін жерлерде ғана жүреді дейді. Мысалы, біздің көзіміз жаңағыдай әртүрлі жақсы нәрсеге де, жаман нәрсеге де қарай берсе, оның көзі тек жақсы нәрсеге қарай береді. Сондай-ақ ол қараған кезде, ол біреулер көрмейтін нәрселерді көреді. Мысалы, біреулер жаңағы ғайыпты көрсек пе деп армандап жүреді ғой. Ол босқа заяға кетіп қалатын нәрсе. Мынандай нәрселерді көру керекпіз, басқалар көрмейтін. Анау жерде біреудің қиналып отқанын көріп қою керекпіз. Анау жерде біреу қарны ашып тұрғанын көріп қою керекпіз. Анау бір кісінің көңілсіз тұрғандығын, барып қандай проблемасын шешіп берсем екен, шамам жетсе деп, сондай нәрселерді көретін боласың да. Міне. Әйтпесе анау Самири басқаларды көрмейтін нәрсені көрдім деп, жаңаға жолдан тайып кеткен білесіздер Мұсаның оқиғасында. Сондықтан осындай нәрселер, құрметті жамағат, оның қолы да мен ұнататын нәрселерде жұмсалып тұрады дейді. Оның аяғы мен сүйетін жерлерде жүретін болады дейді. Сосын бұл құлым дейді, менен сұраса дейді, лә уғтияннаху, әлбетте бере салам ғой дейді бұл құлыма. Қараңыз қандай жасап жатыр. Егер бұл құлым истағазани, егер бұл құлым менен пана тілесе дейді, лә уғизаннаху, әлбетте мен оған пана беремін дейді. Сондықтан, құрметті жамағат, Алладан басқа тәңір жоқ. Аллаға сыйыну деген нәрседе, Алланың өзіне құлшылық қылам дегендегі, бұның өзегі, ең мықты жері Алланы күллі нәрседен артық сүю екен.